Саламатсыздар ма? Бүгінгі бейнеде мен сіздерге Сапа плюс бағдарламасы бойынша қосымша роутерді Wi-Fi жылдамдығын арттыру үшін қалай орнататынымызды көрсетемін. Бұл біздің Wi-Fi желісі 2,4 Гц негізгі модеміміз. Қазір бұның жылдамдығын тексереміз. LAN кабелін модемнің бірінші портына және роутердің WAN портына қосамыз. Роутердің артқы жағында жапсырма бар. Wi-Fi seed атауы және құпия сөз көрсетілген. Wi-Fi маршрутизаторына қосылу үшін жапсырмадағы QR-ды сканерлеуге де болады. Жаңа Wi-Fi атауы мен құпия сөзін орнату үшін кез келген веб шолғыш Chrome, Safari, Opera арқылы сілтемеге өту керек. 192.168.10.1 Роутерға арналған стандартты логин мен құпия сөзді пайдаланып конфигурацияларды біртіндеп орындаймыз. Бастапқы құпия сөзді өзгертуді сұрағанда болдырмау түймесін басамыз. Роутерді бірінші рет қолданған кезде конфигурациялаңыз. Келесі батырмасын басыңыз, уақыт белдеуін таңдаңыз. Келесі батырмасын басамыз. Wi-Fi желісі үшін жаңа атау мен құпия сөзді енгізіңіз. Диапазонды басқару функциясын іске қосу ұсынылады. Бұл 5 Гц және 2,4 Гц желілері арқылы біркелкі және автоматты ауысуды қамтамасыз етеді. Қосылым жылдамдығы мен тұрақтылығын оңтайландырады. Ыңғайлы болу үшін Wi-Fi желісіне жылдам қосылу үшін QR сақтай алады. QR орналасқан желім енді өзекті болмайды. Параметрлер аяқталғаннан кейін біз жаңа Wi-Fi роутер желісіне қосыламыз және интернет жылдамдығын тексереміз. Енді жаңа роутер арқылы сіздер өз тарифтік жоспарларыңыз бойынша жылдамдыққа ие боласыздар. Жылдам әрі тұрақты интернетпен пайдаланыңыз.